Сәлем достар. Бүгін сіздермен ерекше рецептпен бөліскім келіп отыр. Пиццаны, самсаны ұнататын кісілерге арналады. Екеуінің біреуінің қайсысын жасасам екен деп таңдасаңыздар, тура осы рецепт сіздерге керек болады. Оның құрамында да аса көп нәрсе қажет емес. Қамырына бар жоғы 300 грамм су, 50 грамм үй жағдайында еріген, комнатный температурада еріген маргарин және дәміне қарай тұз қосып, қамырды орташа қаттылықта илейміз. Илеуін жақсылап қандырып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Арасына қосатын қоспаларды өте күрделі, көп зат қажет емес. Пиццаға қосатын, самсаға қосатын қоспаларды қосып жасауға болады. Мінеке қамырымыздың илеуі қаны. 15 минут тұрғаннан кейін шамасы 40-50 грамм шамасындай қылып, барлығын кесіп турап, кішкене зуалашалар қылып, яғни құртша қылып дөңгелектеп аламыз. Бетін жауып қойып жасасаңыздар, қайызданып, қамырларыңыз кеуіп кетпейді. Сол себепті барынша пакет кигізіп, немесе бір пленка дастарханмен жауып қойып жасаған дұрыс. Менің ашық аспанда істегендіктен, тем более қатып қалатын болғандықтан, бетіне пищевой пленканы жауып тұрып жасадым. Барлығын суалашалап алдым. Ендігі кезек арасына салатын қоспаларын дайындаймыз. Қоспаларын жоғарыда айтқандай, пиццаға да, самсаға да қажет қоспалар болады. Жегізілген еттен бір 300 граммдай алып, пиязды жақсылап турап, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап фарш қоспа дайындап аламыз. Және де басқа видеоларда көрсеткен мен лагман жасағам, содан қалған қалдығы капустаның, яғни орам жапырақтың жұмсақ жерлерін қолданамын. Сіздер ондайларыңыз жоқ болатын болса, жай ғана салатный листьян қолдануға да болады. Және қызанақтың қалыңдығын 2 сантиметрдей қылып, диаметрін турап аламыз. Қанша зуала болса, сонша шеңбер қызанақ қажет болады. Және ірімшік, сыр. Сырды көбінше көп қалыңдау қылып қолдансаңыздар, өте созылмалы болады. Өте аз қосып қойсаңыздар, ішінде сыры бар жоғы білінбей қалады. Сол себепті қалыңдығын орташа етіп турай берген абзал. Міне қоспаларымызға бар жоғы осы 3-4 нәрсе ғана керек. Және көкөністі, көк шөпті ұнататындар осылай аздап қоссаңыздар болады. Ұнатпасаңыздар қоспай қойсаңыздар да бола береді, жарай береді. Оның арасынан ешқандай майонез, кетчуп қажет емес. Қамырымызды 10 минут тұндырып болғаннан соң, осылай оқтаудың көмегімен, я болмаса алақанның көмегімен жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандай, 40 қабаттың үстіне аздаған фарш, қызанақ, оның үстіне ірімшік, ең төбесіне аздап қана көк шөптерден қоямыз да, осылай қолдың көмегімен түйіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Бастысы өте дәмді шығады. Таңғы шайға, 5-тің шайына жасасаңыздар, өте таптырмас керемет дүние. Балалар сүйіп жейді. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен әр аптада 2-3 рецептен бөлісуге асығамын. Менің рецептім өте оңай, үйде үй жағдайында табылатын қолжетімді қоспалармен жасалады. Өте қымбат дүниелер қажет емес. Үйдегі бар заттармен ғана дәмді дүниелер шығаруға тырысамын. Себебі мен де қарапайым, көп халықтың бірі болып өмір сүріп жүрген жандардың бірімін. Мінекей,
табамызға пергаментный бумаганы төсеп, ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Барлығын қойып болғаннан соң бір жұмыртқаны шағып, барлығына жұмыртқа жағып, бетіне ұнататындарыңыз күнжіт мак сеуіп, 200 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Дастарханға мархабат.